Мектеп мұғалімдерінің кәсіби қызметтерінде еңбектің жоғары нәтижесіне жетуі, жұмыс сапасын жоғарылатуға талпынуы, оқушыларды өзара сыйластыққа негізделген табысты білім алуға жетелеуі барысында мектеп әкімшілігі лауазымдық міндеттерін жауапкершілікпен атқарып келеді. Мектеп мерейі биік белестерге жетелген білікті басшы мен қауымдастық мүшелерінің өзара ынтымақтастығы арқылы жүзеге асатыны сөзсіз. Бар білімнің бастауы дайындық сыныбымен бастауышта қаланады. Ойын ой өсіреді. Ойын технологиясы арқылы мектепті алғаш аттаған бүлдіршіндерге оқу әрекеті, сөйлеу машығы, ойлау әрекеті мұғалім тынымсыз еңбегінің нәтижесінде жүзеге асады. Өздерінің мол тәжірибесімен оқытқан шәкірттерін бастауыш сатыға дайындап береді. Бастауыш сынып мұғалімдер артылар жауапкершіліктің жүгі ауыр. Жаста берген тәрбие, жас шыбық дегенде демекші, оқушы бастауышта алған білім қазығы арқылы орта буынға нық бейімделеді. Бұл мұғалімнен кәсіби шеберлікті, теориялық білімді қажет етеді. Мектепте осы міндетті шеберлікпен өткізіп жүрген кәсіби білікті мамандар кейінгі жас мамандарға озық тәжірибе үлгісін көрсетіп келеді. Мектеп мұғалімдері мен оқушылардың мәдени және оқу құзыреттілігін дамыту, оқырмандардың белсенділігін арттырып, жоғары эстетикалық талап-талғамын қалыптастыруда ең үлкен тәрбие құралы кітап екендігі мәлім. Осы міндетті жүзеге асыруда оқырмандық мәдени тәрбие беріп, көркем әдебиет арқылы қызығушылығын арттырып, әртүрлі іс-шараларды аудан көлемінде насихаттап жүрген мектеп кітапханашыларының еңбегі орасан зор. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында жерлесіміз Жаркент өңір газетінің редакторымен кездесу ұйымдастырып, көрермендердің, оқырмандардың ыстық ықыласына бөлінді. Өскелең ұрпақтың оқуға құштарлығын оятуда біз оқимыз, кітап мекені кітапхана, бір отбасы бір кітап, оқитын отбасы, өзің оқыда өзгеге ұсын кітап сынды құнды іс-шаралар ұйымдастырды. Жаңашыл ұстаздар мектептің оқыту үрдісінің сапасын көтеруге және мұғалімдердің ғылыми педагогтық жұмысының жандануына бағытталған еңбектермен ерекшеленеді. ғасыр жаһандану ғасыры. Бұл ғасырда көштен қалмау үшін білім бәсекесінде жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндерге ерекше көңіл бөлініп отыр. Мектептің әдістемелік жұмысы пән бірлестіктерінің жұмысы арқылы жүзеге асырылады. Мектептің оқыту үрдісінің сапасын көтеруге, мұғалімдердің кәсіби дамуын қолдауда, оқушыны білімдік, іскерлік, шығармашылық әдістерге баулуда нәтижеге бағдарланған жұмыс нәтижесі де бірлестіктер арқылы өзінің оң шешімін табуда. Оған 90 барысында ұйымдастырылған пән апталықтары, коучингтер, тәжірибе алмасу сабақтары, мектепшілік бақылау, тәлімгерлер жұмысы дәлел бола алады. Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру үшін мектебімізде 1-3 деңгей бағдарламасын аяқтаған шебер ұстаздарымыз коучингтер жүргізіп тәлімгерлік жасауда. Озық тәжірибені оқып үйрену, жаңартылған білім бағдарламасы бойынша тың жаңалықтар, қысқа мерзімді жоспар жазудағы ерекшеліктер, критериалды бағалаудың саралануы, мұғалім шәкірт арасында рухани жарасымдылық, міне осы керемет жұмыстарды ұйымдастырып, мектептің оқу тәрбие үрдісінде өзіндік қолтаңбасын қалдырып жүрген шығармашыл ұстаздарымыздың еңбегін ерекше атап өтуге болады. Талантты ұстаздан талапты шәкірт шығады. Әр оқушы жеке тұлға,
дарын иесі. Оқушы бойындағы дарынды танып, оған бағыт беріп, әртүрлі сайыстарға қатыстырып, жүлделі орындарға жетелеу шығармашыл мұғалімнің еңбегі. Мектептегі Кіші ғылым академиясының жұмысы жылдан жылға қабілетті оқушылармен толығып келеді. Зерде және дарын бойынша аудандық облыстық жарыстарда өзіндік ізденістермен жаңалық ашып, ой бөліскен дарынды оқушыларымыз мектеп мақтанышы деп білеміз. Дені сау ұрпақ ұлт болашағы, мемлекеттің ертеңгі тұтқасын ұстайтын, халық қамын ойлайтын жастарды салауатты өмір салтына тәрбиелеп, қалыптастыруда дене шынықтыру пәні мұғалімдеріне қойылатын талап өте жоғары. Өйткені спорт арқылы жас ұрпақты қоғамға жат қылықтармен күресуге тәрбиелейміз. Оларға өмірлік маңызы бар икемділік, күш, жылдамдылық, төзімділік сияқты қабілеттер дамытып, бағыт-бағдар береміз. Еліміздің намысын қорғап, әлемге атын шығаратын спортшыларымыздың бәрі ауыл мектебінен шығары сөзсіз. Түрлі үйірмелер, секция жұмыстары арқылы оқушыларды жарыстарға апарып, нәтиже көрсетіп, алды облыстық, республикалық команда құрамына ілінген оқушылар тәрбиелеп жүрген спортшы жігіттеріміздің еңбегі ауыл, аудан көлемінде бағалануда. Қоғамдағы өзгеріске бейімделген әлеуметтік жеке тұлғаны қалыптастыруда мектептегі жас қыран ұйымның рөлі ерекше. Мектеп оқушыларының зияткерлік, шығармашылық, көшбасшылық, танымдық қабілетін арттыруда ұйым белсенділерінің атқарып жатқан жұмысы тиянақты жүргізіліп келеді. Әр сектор бойынша бөлінген кіші парламент мүшелері оқу тәрбие үрдісінде өз белсенділіктерін көрсетіп, ықпал етуде. Педагог ұйымдастырушы Қорлан Әуесханқызының басшылығымен жас қыран ұйымның мүшелері нәтижелі жұмыс атқаруда.